Жақсы құрметті оқушылар, бүгін енді видео түсіремін деп күн батып кетті почти. 25 сұраққа келіп жеттік. 25 сұрақты талдайтын болсақ, кеттік ары қарата. Сіздерге пайдалы болса болды тек ең бастысы. Сұрақта бензол мен стиролдың қоспасын жаққанда 89-да 6 литр көмірқышқыл газы бөлінді. Стиролдың осы қоспасындағы мөлшерін полимерлегенде теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы 80% шығыммен 16-да 64 грамм полистирол түзілді. Бастап қоспада компоненттердің массалық үлесі. Енді қараңыздар, бізде былайда бірінші бензол мен стиролдың қоспасын жағайық. Бензолдың формуласы 6H6 жағам. Оттек қосам, SO2 мен H2 шығады, реакцияны теңестірем. Жерге 6 қойсам, 6 қойсам H6 алмайын жерге 3 қойсам, 6 2 12, 12 3 қоссам 15. Ана жерде 7 15 болып кетеді ме? Значит, мынаның алдына 2 қоям. Мынаның алдына 6 12 қоям. 12 қоям. H2 оның алдына 6 2 12 ма? Жерге 6 қоям. Мына жерге мен 15 қоям. 24 қалсын 30 жерге 15 қоям. Сонымен теңеседі. Енді стирол деп отқанымыз оқушылар ұмытып қалсақ, екінші атауын жаттап аламыз. Екінші атауы винил бензол. Стиролдың екінші атауы винил бензол. Винил бензол. Бензолдың формасы білесіздер, жақсы. Винил дегеніміз этиленнің радикалы. Этилен дегеніміз С2H4 болса, винилым получается мен С2H3 болады деген сөз. Винил бензолдың формуласын осы жерден сразу құрастырып кетсеңіздер болады. Ол менде С6H5 С2H3 болады. Бір сутектің орнына келіп винил келеді. Мен жерде осы оттектемді бұны жағам мен. Сол кезде шығады SO2 мен H2O. Теңестірсек, мына жақта С деген 8, мынаның алдына 8 қойсам, сутегім 8, тоже мынаның алдына 4 қойсам, 8 2 16, 16-ға 4 қоссам 20, 20-ны 2-ге бөлсем, мына жаққа 10 қойсам, реакциямыз теңеседі екен. Енді қараңыздар, мына 2 SO2-ның көлемі менде 89-да 6 литр. Көмірқышқыл газы бөлінді, стиролдың осы қоспасындағы мөлшерін полимерлегенде дейді. Дәл осы қоспадағы мөлшерін полимерлегенде дейді. Яғни стирол жинақтап алайыншы мен жерден, сонда С8H8 болады. Оны полимерлегенде десе, енді бүйтіп N қоямыз. Яқта ешқандай өзгермейді. С8H8 N дей саламыз. Полимерлегенде мынау стирол получается менде. Мынау полистирол деген сөз. Полистирол. Қоспасының мөлшерін полимерлегенде теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы 80% шығыммен 16-64 грамм полистирол түзілді. Шығымда мұнанікі қараң, 80%-да мұнанікі, 16-да 64-те мұнанікі. Бұл деген үшінші типіне келеді шығымның. Ондай жағдайда не істейсіңдер? 16-да 64-ті көбейтесіңдер 100-ге, бөлесіңдер 80-ге. 16-да 64-ті 16-да 64-ті көбейтеміз 100-ге, бөлемін 80-ге. 20-да 8 грамм шығады екен. Осыны апарып енді мына жерге қоя аламын. 20-да 8 грамм деп. Сөйтіп барып мынаның массасын тапсам, екеуінің массасы тең болады ғой. Тең болады. Мынаның да массасы менде 20-да 8 граммға тең болады. Значит, ол массаны әкеліп мен мынаның үстіне қоялым. 20-да 8 грамм деп. Енді осы жерде мен SO2-ның көлемін тапсам болады. X литр деп. Стиролдың астына мен әмен есептейін. 12-ні көбейтем 8-ге, қосам 8. 104 болады екен MR. 104. Астына 8 көбейтілген 22-де 4 кетеді ғой. 179-да 2 болады екен. 179-да 2. Сонда менде мына
полистиролдан, жоқ, стиролдың жануынан түзілген SO2-нің көлемі менде есептейін деп жатыр. Ол үшін 179-да 2-ні көбейтемін 20-да 8-ге, так, бөлемін 104-ке. Бұда менде 35-те 84 литр шықты. Ол мына SO2-нікі стиролдан түзілген. Ал осы жерден бензолдың жануынан түзілген SO2-нің көлемін табуға болады. Ол үшін жалпы көлемнен, так, 89-да 6-дан, яғни мен жазайыншы, 89-да 6-дан азайтамын. Так, 35-те 84-ті 89-да 6-дан. Бұда 53-те 76 шығады. 53-те 76 литр шығады. Оны әкеліп мен мына жерге қоям. 53-те 76 литр деп. Астына мен 12 көбейтілген 22-де 4-ті қоям. Бұнда 268-де 8 түсет деген сөз. Бұл жерден маңы массасын табам. X грамм деймін үстіне. Астына 78 көбейтілген 2 кетеді. 78 көбейту 2. 156 кетеді мына жерге. Сонда 156. Осы жерден бензолдың массасын табатын болсам, мына массасы табылыпты, міне 20-да 8 грамм. Бензолдың массасын табатын болсам, так, 156-ны көбейтемін 53-те 76-ға, бөлемін 268-де 8-ге. 31-де 2 грамм шықты. 31-де 2 грамм. Енді проценттерін тап дейді бізге бастап қоспадағы. Мынау массасы мынандай болып тұр. Общий қоспаның массасын табатын болсам, масса қоспаны табатын болсам, мен осы жерден 31-де 2 деген бензолдың массасын қосам 20-да 8-ге стиролдың массасына. 20-да 8-ді қоссам, менде общий қоспаның массасы 52 грамм шығады екен. Енді мен 52-ні 100%-ға тең деп аламын да, қоспаның құрамында бензолдың процентті анықтаймын. 31-де 2-ні x пайыз деп. X табатын болсам, менде 31-де 2-ні көбейтемін 100-ге, бөлемін 52-ге. 60% шығады екен. Значит, бензол 60% болса, анау сәйкесінше 40% деген сөз енді. 100%-дан алып тастай қоямын. Сонда менде 60-та 40% деген жауап, дұрыс жауабы В жауабы шықты.